Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздердің назарларыңызға математика пәні бойынша қашықтан оқыту жағдайында, оқу мақсат аясында, мақсат бойынша саралау тәсілдерін қалай қолданғаным жайлы тәжірибемен бөліскім келеді. Тәжірибемен бөлісетін бастауыш сынып мұғалімі Қазбекова Айгүл Балтабайқызы. Саралау тапсырмалары оқушылардың қажеттіліктері мен қабілеттеріне қарай тапсырмалар ұйымдастыру екенін білеміз. Саралау тапсырмаларын екінші сынып оқушылары үшін қалай қолдануға және қалай түрлендіріп өткізуге болатынын ұсынып көрейін. Біз оқушыларды қалай саралаймыз? Бірінші, өз бетінше жұмыс жасай алу қабілетіне қарай саралаймыз, яғни топқа бөлеміз. Екінші, ақпаратты қабылдау ерекшеліктеріне қарай саралаймыз. Ол аудиал, визуал, кинестетик топтарына біріктіру деген сөз. Яғни, үш типтің ерекшелігіне қарай жұмыс жүргізуге болады. Үшінші, тапсырманың күрделілігіне қарай саралау. Енді оқушыларды саралап алған соң, оқушылардың қажеттілігіне қарай тәсілдерді таңдауға болады. Бүгін сіздерге өз бетінше жұмыс жасау қабілетіне қарай саралау, яғни топқа біріктіру бойынша, сонымен қатар саралау тәсілдерінің ішіндегі тапсырма тәсілі мен қарқын тәсілдерін қалай сабақта қолданғанымды ұсынғым келеді. Екінші сынып математика пәні, 4-ші B бөлім геометриялық фигуралар және периметр. Фигураның периметрін қалай табуға болады тақырыбында көп бұрыштардың қоршаған әлем заттарының ұзындықтарын өлшеу және периметрді көрсетілген формулаларын табу, формулаларын пайдаланып жалпылау, құрастыру, қолдану мақсаты бойынша өз бетінше жұмыс жасай алу қабілетіне қарай қарқын тәсілі қалай орын алды. Оқу мақсатын меңгеру дағдысына қарай Teams командасында 3 топқа бөлінді. Бірінші C тобы қолдауды қажет ететін топ, B тобы жартылай қолдауды қажет ететін топ, және A тобы қолдауды қажет етпейтін топ деп 3 топқа бөлдік. Сыныптағы жұмысты кейбір оқушылар баяу, кейбірі тез жасайды. Атауы айтып тұрғандай, бала жұмысының қарқынына қарай тапсырма берілді. Бұндағы мақсат оқушының фигураның периметрін табалу дағдысын бағалау. Келесі, өз бетінше жұмыс жасай алу қабілетіне қарай саралау алынды. Бұнда да енді тапсырма тәсілі. Ақпаратты қабылдау деңгейі әртүрлі оқушыларға арналады. Қажеттілігіне қарай жаттығулар мен тапсырмалар дайындалды. Мұндағы тапсырманы оқушының өзіне таңдап алуына мүмкіндік жасалды. Бұнда оқушыларға кесте, карточка, түрлі тапсырмалар мен жаттығулар ұсынылды. Бұл тапсырмаларда жеңілден күрделіге қарай түрлі тапсырмалар арқылы ұсынылды. Бала өз қабылдау деңгейіне қарай мұғалімнің тарапынан беріліп отырған тапсырмаларды таңдап алды. Таңдаған тапсырма түріне қарай балаларды саралауға да болады. Сонымен қатар, құрметті әріптестер, саралап оқытудың дереккөз, қорытынды, жіктеу, бағалау, диалог және қолдану тәсілдерінде қолдануға болады. Назарларыңызға рахмет.